Сәлем достар, бүгін біз ноқаттан палау жасаймыз, яғни плов. Өте дәмді, керемет болып шығады. Бізге қажетті заттар: күріш, ноқат. Мен ноқатты жуып тазалап алдым. Енді суға салып 1,5 сағаттай қайнатып пісіріп алам, жұмсарғанша. Зира қажет болады бізге. Осындай бір тал сарымсақ керек бізге. Пияз, сәбіз керек. Куркума, сұйық май қажет болады. Алдын ала сәбіз пиязымызды ашып, тазалап, жуып, дайындап алдым. Етімізді ұмытып бара екем. Етті алып, жуып, тураймыз. Достар, каналым ұнап жатса, лайк, тіркелу, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Өзімізге қажетті мөлшердегі етті жақсылап турап аламыз. Міне дайын болды. Енді сәбізді тураймыз. Сәбізден кейін пиязды тураймыз. Және мен сарымсақтың сыртын ашып, тазалап алдым. Міне, енді осылардың бәрін қуырып пісіреміз. Қазанға сұйық майды құйып, астын қосып, сұйық май қызғаннан кейін етті саламыз. Салып, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін бетін жауып, қуырамыз. Мына жерде көрінбей қапты. Міне, енді етіміз жақсылап қуырылды. Енді үстіне пиязды салып, жақсылап араластырамыз. 2-3 минуттай қуырып аламыз пиязымызды жақсылап. Енді оның үстіне сәбізді саламыз. Сәбізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне зираны қолымызға алып, осылай езіп саламыз. Сол кезде дәмі күшті болады. Барлық зираны үстіп саламыз. Одан кейін үлкен қасықтың ұшымен кішкене ғана куркума қосамыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, 2-3 минутқа қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін піскен ноқатымызды саламыз. Жақсылап араластырып, қайтадан бетін жауып, 2-3 минут қуырып аламыз. Қуырылып болғаннан кейін суды үстіне құямыз. Мен 2,5 кесе күрішке 4,5 кесе су құям қайнаған. Жақсылап араластырам. Одан кейін дәміне қарай тұзды қосам. Жақсылап араластырып, бетін жабам. Жауып, қатты қайнатып алам. Қайнағаннан кейін үстіне жуылған күрішімізді саламыз осылай. Салып, қасықпен тегістеп шығамыз бетін. Одан кейін бетін жабамын. Қатты қайнатып алам. Қатты қайнағаннан кейін қасықпен осылай сарымсақтарды салып шығам. Жоғар жағына. Салып болғаннан кейін бетін жауып, оттың астын басып, 20 минуттай пісіріп алам. Міне, палауымыз дайын. Өте дәмді шықты, әрі езілмеген. Енді ыдысымызға саламыз, жақсылап араластырып. Міне, астарыңыз дәмді болсын. Дайындап көріңіздер. Каналымды қолдап жүріңіздер.